Алшаңдап басады Алаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған. Құтты билік басталған кезде біздің елімізді билеп отырған Бұғара деген хан бар ма екен? Қанекей маған келіңдерші деген сияқты өзінің сол уақытта еліне хат жібереді. Сазжылығына ұстап отыратын өте парасатты білімді азамат. Бізге тісі батып кеткен біздің соңғы ұстазымыз, сол кісі шәкірттерін сен мені кешір дейді маған. Басқа бала болып кеткен, мені қалай сыйлайды, әкесін қалай сыйлайды. Өйткені мен Шыңғылауға дүние табу үшін, мақтау есу үшін келгем жоқ. Мен ана Астанадан таңертең шығып жатқан кезде, я Алла тағалам, мен сол жаққа тек қана сенің разы болуың үшін келемін. Осында келіп бір жақсылық үйретіп кетейінші, шамам жеткенше деп жақсы ниетпен келдім. Адам баласы үнемі жақсы ниетте болу керек. Жақсы ниетте, жақсы ойда, жақсы жүректе. Ұрпақ тәрбиелеңіздер, жақсы ниетте болыңыздар, адамдарға пайдалы болыңыздар, адамдарға жақсылық жасаңыздар. Егер жақсылық жасай берсеңіздер, ана сізден кейін келетін жеті ұрпағыңызға сол жақсылық баласына жеткізеді ғой. Қазақстан гүлдене берсін, оның ішінде Шыңғылау ауданы ерекше гүлденсін. Осы ауданнан, осы елді мекеннен ғалымдар шықсын, ғұламалар шықсын, намыс ер азаматтар шықсын, чемпиондар шықсын, елім жерім отан дейтін азаматтар шықсын. Алла тағаларына қасиетті Шағбан айына тұрмыз, ораза айы келе жатыр. Мен сапардамын, сапарда адам дұғасы қабыл болады. Менің дұғамды қабыл алып, қазақ қауымы ешкімнен қорықпайтын берекелі ел болсын. Қияметке дейін қазақтың көк байрағы мәңгі желе берсін. Аллаху акбар.